Фильм Том мен Люсидің пабтан асығыс шығуымен басталады. Олар жақында ғана жұп болған және Ирландиядағы музыкалық фестивальге бара жатыр. Бірақ кенеттен Том Люсиге фестивальдің бүгін басталмайтынын айтады. Оның орнына олар үшін ерекше сыйлық дайындаған. Ол онлайн арқылы қонақ үй брондаған. Люси аздап таңғалады, өйткені ол достарына тікелей фестивальге бара жатқанын айтып қойған еді. Бірақ Том бұл олардың 2 апталық мерейтойына арналған романтикалық тосынсы екенін түсіндіреді. Ол оған көліктің алдыңғы жәшігінен қонақ үйдің басып шығарылған мәліметтерін көрсетеді, және ол жердің әдемі әрі тыныш екеніне сендіреді. Аздап ойланғаннан кейін Люси келіседі. Том сонымен қатар оларды қонақ үйге бастап апару үшін бір адаммен келіскен. Ол адам өз көлігімен алда жүреді, ал Том соңынан ереді. Жолда Том Люсиге ол пабтың дәретханасында болғанда бір адам оған соғылып қалып, сусынын төгіп алғанын айтады. Жағдайды реттеу үшін Том сол адам мен оның достарына ішімдік сатып алып берген. Басында бұл қалыпты жағдай сияқты көрінеді, және олар әлгі адамның соңынан еріп, тыныш әрі бос жолдармен жүре береді. Бірақ кенеттен жол бастаушы ештеңе айтпастан көлігін тоқтатады. Ол жай ғана оларға түзу жүре беруді ишарамен көрсетіп, өзі басқа бағытқа бұрылып кетеді. Том аздап абдырап қалады, бірақ нұсқау бойынша жолын жалғастырады. Біраз жүргеннен кейін олар қасында қонақ үй белгісі бар үлкен қақпаға тап болады. Қақпаға ауыр темір шынжыр оралған. Том көліктен түсіп, шынжырды шешіп қақпаны ашады. Атмосфера романтикалық бола бастағанда олардың жүзінде сәл жымиыс пайда болады. Бірақ дәл сол сәтте олар қастарынан өтіп бара жатқан бір топ жас жігітті байқайды. Люси мазасызданып, олардың пабтағы адамдар болуы мүмкін екенін ақырын айтады. Сол сәттен бастап олардың сапарының реңкі баяу өзгере бастайды. Олар қонақ үйге қарай иен қалған, бірақ әдемі жолмен жүре береді. Басында бәрі қалыпты көрінгенмен, біраз уақыттан кейін олар жол 2-ге айырылатын жерге жетеді. Көліктің картасы бір бағытты көрсетсе, алдағы белгі тақтайшасы мүлдем басқа бағытты нұсқайды. Сонымен қатар, Люси жақын жердегі қараусыз қалған лашықты байқайды. Біраз ойланғаннан кейін Том белгі тақтайшаларына ілесуді жөн көреді, және екеуі қонақ үй белгілерін іздеп алға жылжиды. Бірақ аз уақыттан кейін бірдеңе дұрыс емес екені сезіле бастайды. Олар бағытты өзгертсе де, дәл сол ағаштар, дәл сол бұрылыстар мен дәл сол белгілер қайта-қайта пайда бола береді. Люси үрейленіп, меніңше біз шеңбер бойымен жүріп жүрміз дейді. Бірақ Том әлі де дұрыс жолдамыз, және қонақ үйге жақындап қалдық деп сенеді. Не болып жатқанын түсінбек болып, Люси қонақ үйге қоңырау шалып, оларда бронь бар екенін, бірақ адасып кеткендерін айтады. Тұтқаның арғы жағындағы ер адам жолды түсіндіре бастайды, бірақ кенеттен байланыс үзіліп кетеді. Ол қайтадан тырысады, бірақ бұл жолы телефон тіпті шақырмайды. Дәл сол сәтте көліктің навигациялық жүйесі мүлдем жұмыс істемей қалады, және біраз жүргеннен кейін олар қалай болса да бұрын көрген әлгі лашықтың қасына қайта келеді. Енді екеуі де пабқа қарай кері қайтқан дұрыс деп шешеді. Бірақ әртүрлі жолдармен ұзақ уақыт жүргеннен кейін де олар негізгі жолға шығатын жолды таба алмайтындарын түсінеді. Том көлікті тоқтатып, жақын маңнан соқпақ іздеу үшін сыртқа шығады. Осы кезде Люси көлік ішінде жалғыз қалады, және кенеттен сыртта біреу оның шашынан ұстағандай сезінеді. Ол қорыққаннан селк ете түседі. Дәл сол кезде Том оралады, бірақ оның кенеттен пайда болуы оны одан сайын қорқытады. Оны тыныштандырмақ болып, Том оны көліктен сәл алысқа апарады, бірақ кенеттен көліктің дабылы қатты дыбыс шығара бастайды. Том көлікке қарай жүгіреді, бірақ кілттің іште де, қалтасында да жоқ екенін түсінеді. Енді екеуі де үрейге бой алдырады. Дәл сол кезде олар жерде жатқан әлгі кілттерді тауып алады. Олар тез арада көлікке отырып, ол жерден жылдам кетіп қалады, тіпті Томда не болғанын түсіне алмайды. Қараңғылық баяу орнағанда олар біраз жүріп, тағы да сол лашықтың қасына келеді. Енді қай жолды таңдаса да, олардың лабиринтте қалғандай бір жерге қайта оралатыны анық болады. Батылдығын жинап, Люси лашыққа жақындайды. Есіктен ол орманнан негізгі жолға дейінгі бағытты көрсететін апаттық өрттен шығу картасын табады. Лашықтың іші мүлдем бос. Том картада көрсетілген бағытпен жүруді ұйғарады. Осылайша негізгі жолға жетеміз деп үміттенеді. Бірақ біраз жүргеннен кейін карта оларды тағы бір иен жерге алып келеді. Кенеттен олардың дәл алдына дәу ағаш құлап түседі.
Люси қатты қорқады, ал Том көлікті басқаруға тырысады. Ашуланған ол лашықтан алған картаны лақтырып жібереді. Олардың қорқынышы біртіндеп өсе береді. Түн толықтай қараңғыланады және олардың айналасында одан да оғаш нәрселер бола бастайды. Жолда келе жатқанда Люси артында біреу тұрғандай сезінеді. Бірақ қайта қарағанда ол жерде ештеңе жоқ, тек қарақшы Чучело тұр. Ол тіпті өзінен де күмәнданады, бірақ бірнеше сәттен кейін Том дәретханаға шыққанда, Люси кенеттен оның артында қараңғылықта ақ маска киген адамның тұрғанын көреді. Қорыққанынан ол: «Том, артыңда біреу тұр», деп айғайлайды. Том ешкімді көрмейді және Люсиді себепсіз қатты қобалжып жатыр деп ашуланады. Бірақ Люси біреуді шынымен көргенін айтып қасарысады. Енді оның ойында Томның папта бірдеңе бүккені туралы күдік ұлғая түседі. Том ештеңе болмағанын айтып, бәрін жоққа шығара береді. Бірақ көп ұзамай одан да қорқынышты жағдай орын алады. Олар қараңғы жолдың әр жерінде шашылып жатқан киімдерді көреді. Жақынырақ қарағанда олар ол киімдердің Люсидікі екенін түсінеді. Үрейленген Том киімдерді тез жинап, көліктің жүк салғышына лақтырады. Люси есеңгіреп қалады, өйткені олар үнемі көлік ішінде болды. Онда оның киімдері қалай сыртқа шығып кетті, және оларды жолға кім шашып тастады? Осы ойдың өзі оларды түршіктіреді. Қорыққан олар дереу ол жерден кетеді, бірақ орманда ұзақ қаңғығандықтан әбден қажып бітеді. Жаңбыр жауа бастайды және ақырында Том көлікті тоқтатады. Сол сәтте Люси көліктен бір секундқа шыққанда, қараңғылықтан әлгі маска киген адам кенеттен шығып, оны ұстап алуға тырысады. Люси қорқыныштан айғайлайды. Том оған қарай жүгіреді, және олар қашып үлгеріп көлікке отырады. Енді олардың үрейі шыңына жетеді. Том ол жерден тезірек кету үшін көлікті қаттырақ айдай бастайды. Бірақ кенеттен ол жолдың дәл ортасында тұрған адамды қағып кетеді. Екеуі де қатты сілкініс алады. Том батылдығын жинап көліктен түседі, бірақ ол жерде ешкім жоқ, әлгі адам жоқ болып кеткендей. Содан кейін кенеттен сол адам олардың көлігінің ішінде пайда болады. Оның беті толығымен қанға боялған. Ол қорқынышты дауыспен оған кейбір адамдар шабуыл жасағанын, және олардың әлі де осы орманда екенін айтады. Мұны естіген Люси есінен танып қала жаздайды. Ол сол адамдардың оларды да аңдып жүруі мүмкін екенін ойлай бастайды. Ол бірден Томға: «Бұл жерден тез кетуіміз керек», дейді. Том оны тыңдап көлікті оталдырады, және үшеуі қараңғы орманның ішіне қарай тереңдей түседі. Бейтаныс адам өзін Макс деп таныстырады, және жақын жерде Колони Хаус деген жер бар екенін айтады. Мұны естіген Том мен Люси таңғалады, өйткені бұл олардың қонақ үйі еді. Бірақ Макс оларға қате жерге келгендерін тез түсіндіреді. Ол бұл маңдағы белгілер адамдарды адастыру үшін әдейі өзгертілгенін, осылайша олар жолды таба алмай қалатынын түсіндіреді. Енді олар Макс көрсеткен бағыттармен жүре бастайды, бірақ қалай болса да қайта-қайта сол бір жерге келе береді. Макс оған шабуыл жасаған адамдар осы аймақтағы барлық белгілерді ауыстырып тастағанын айтады. Біртіндеп Макс бәрін Томның папта болған оқиғасымен байланыстыра бастайды. Абдырап қалған Люси папта нақты не болғанын сұрайды, бірақ Том сұрақтан қашады. Содан кейін Макс араласып: «Сен оларды арандаттың, сондықтан олар сенің соңыңа түсуі мүмкін», дейді. Мұны естіген Люси шошып кетеді. Том өзін қорғап, ештеңе болмағанын айтады және ашуланып көліктен шығып кетеді. Том кеткен соң Макс Люсиге шындықты оңаша айтады. Оның айтуынша Том бір адамның сусынын төгіп алған, содан кейін оған дөрекілік көрсеткен. Макстың сөйлеу мәнерінен оның Том мен Люсидің арасына іріткі салғысы келетіні байқалады. Бірақ сонда да Люси оған толық сенбейді, іштей әлі де Томға сенеді. Біртіндеп екеуі де нағыз кінәлінің басқа біреу емес, Макстың өз екенін түсіне бастайды. Белгілерді ауыстырған және оларды шеңбер бойымен жүргізіп, осы қорқынышты лабиринтке тұзаққа түсірген сол екен. Кенеттен Макс өзінің нағыз бейнесін көрсетеді. Ол агрессивті болып, Томның желкесіне пышақ тақап, мүмкіндігінше жылдамайда, деп айғайлайды. Том үрейленеді, Люси жылап жібереді, бірақ Макс оған тезірек айдауды бұйырады. Жаңбыр, қараңғылық және тайғақ жолдың кесірінен көлік басқарудан шыға бастайды. Сонда да Макс оған қысым көрсетіп: «Сенде таңдау бар. Апатқа ұшыра немесе Люсидің өлімін тамашала», дейді.
Том өзін мүлдем дәрменсіз сезініп, ақырында көлікті шұғыл тоқтатады. Кенеттен Макс: «Енді ойын ойнайық» дейді. Ол Люсиге қарап, олардың қайсысы өлуі керек екенін шешуді бұйырады. Люси күйзеліске түседі, бірақ Макс кері санақты бастайды. Ол жылап, одан тоқтауын өтінеді. Том да Максқа айғайлайды, бірақ ол тоқтамайды. Кері санақ аяқталғанда, Люси амалсыз Томның есімін атайды. Сол кезде Макс кенеттен қарқылдап күліп жібереді. Ол: «Менде тіпті пышақ та жоқ, мұның бәрі жай ғана ойын еді» дейді. Люси есеңгіреп қалады. Ашуланған Том басқаруды жоғалтып, Максқа бірден шабуыл жасап, оны көліктен сүйреп шығарады. Екеуінің арасында аяусыз төбелес басталады. Том оны өлтіру үшін бәрін жасайды, бірақ Макс әлдеқайда тәжірибелі. Ол Томды оңай жеңіп, бір ауыр соққымен оның білегін сындырады да, Томды жерде ауырсынудан бүктетіліп жатқан күйінде қалдырып, жаяу кетіп қалады. Люси жараланған Томды көлікке салып, бір секунд жоғалтпастан қашып кетеді. Бірақ аз ғана қашықтық жүргеннен кейін, көліктің жанармайы таусылып, жолдың дәл ортасында тоқтап қалады. Қазір Томның жағдайы өте мүшкіл, ол ес-түссіз жатыр. Сол сәтте Макс олардың артында өзінің Land Rover мен Land Rover пайда болады. Басқа амалы қалмаған Люси Томды алып, қолшамдарын пайдаланып орманға қарай қашады. Олар қараңғылыққа тығылмақ болады, бірақ бұл көмектеспейді. Кенеттен Макс Томды қараңғыда ұстап алады, және санаулы секундтарда ол Люсидің көз алдында жоқ болып кетеді. Люси тас қараңғыда мүлдем жалғыз қалады. Қалай болса да ол көлікке қарай жүгіріп барады. Сонда кенеттен алдыңғы орындықта бұрын болмаған жанармай құтысының тұрғанын байқайды. Енді Макстың әлі де жақын маңда екені және оның ойыны әлі аяқталмағаны белгілі болады. Люси уақыт жоғалтпай жанармайды құйып, көлікті оталдырады. Бір қызығы, бұл жолы көліктің картасы да өздігінен жұмыс істей бастайды. Көлік тоқтамай алға жылжып, ақырында әлгі қонақ үйге жетеді. Бірақ ол жерге жеткен сәтте оның барлық үміті үзіледі. Бүкіл қонақ үй қираған үйінді сияқты қараусыз көрінеді. Айналада толық тыныштық. Көлік тұрағында бірнеше сынған, тот басқан көліктер тұр. Мұны көрген Люси қорқынышты жайтты түсінеді. Ол мен Том бұл жердің алғашқы құрбандары емес. Бұл тұзақ. Адамдар келетін, бірақ ешқашан қайтып оралмайтын жер. Кенеттен Макс өзінің Land Rover'мен тағы да пайда болады. Люси дереу көлікті кері бұрып, қашуға тырысады. Макс оны қуып, қорқытып, бұның бәрі ол үшін жай ғана ойын сияқты келемеждейді. Сөйткенше болмай ол алға озып барып, жоқ болып кетеді. Біраз уақыттан кейін Люси бір оғаш нәрсені сезеді. Ол көліктің пайдаланылған газ шығаратын түтігіне жалғанған және тікелей жүк салғышқа баратын құбырды байқайды. Дірілдеген қолдарымен ол жүк салғышты ашады және ішінен байланып жатқан Томды табады. Ол қазірдің өзінде өліп қалған. Улы газдан уланған, өйткені Макс сол құбырды оның аузына күштеп тығып қойған екен. Люси толықтай күйзеліп, ұзақ уақыт бойы өксіп жылайды. Бірақ қалай болса да ол өзін жинап алып, қайтадан көлік айдайды. Баяу түн аяқталып таң атады. Ақырында Люси негізгі жолға шығады. Бірақ сол ен жолмен келе жатқанда ол алда тұрған Максты көреді. Ол жымиып, ойын әлі аяқталмағандай құшағын жайып, оны өзіне шақырады. Бірақ бұл жолы Люсидің көзінде қорқыныш жоқ, тек ашу мен Томды жоғалтқандағы ауырсыну ғана бар. Ол ештеңе ойламастан газды басады. Көлік тікелей Максқа қарай заулайды және ол соғыла берген сәтте экран кенеттен қарайып кетеді. Макстың ойыны аяқталды ма, әлде ол әлі де жалғасуда ма? Оқиға осындай жұмбақпен аяқталады.